Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздерге мен мынандай бауырдан жасалатын керемет бауырсай деген тағамды ұсынғым келіп тұр. Оның атын өзім қойдым, себебі бауырдан жасалғаннан кейін бұдан артық не тағам бар. Сондықтан сол бауырсай деп атадым. Менің ойымнан шыққан тағамды көріңіздер. Қазір сіздермен біз бірігіп жасайық. Бұл керемет бауырсай деген тамақты жасау үшін бізге керекті заттар: 1,5 кило бауыр алдық. Оған біз көкөністер қосамыз. Қазір мынау қызанақты кесіп ыстық суға салып қойдым. Қазір бұның қабығын аршып аламыз. Сосын бізге бұрыштары керек, сәбіз, пияз керек. Мынау сельдерей деген шөптің тамыры бар, сол қоссақ деп отырмыз. Сосын томатный паста керек бізге, 1-2 қасық. Сонан кейін мынау банкідегі фасоль жуып тазалап әдемілеп әкеп қойдым. Фасольді де бізге жеу керек, өте пайдалы, сондықтан анда-санда қосып тұрам мен. Сосын мынау көк шөптер, сосын мына бізге лаваш керек. Міне бәрін турап қойдық. Міне қараңыз, ұзынша қылып турадық бауырды. Мына қызанақтың қабығын алып әдемілеп турап қойдық. Мына сельдерей мен көк шөпті де турадық. Мына бұрыштарды турап қойдық. Мына пиязды үлкенірек қылып турадық, ішінде көрініп тұрсын деп. Сосын сәбізді әдемілеп ұзынша қылып турадық. Енді қазір қазанға барады. Міне сәбізіміз, пиязымыз қуырылып жатыр. Мына келесінде бауырды бір қуырып алсаңыз болды. Мынаның арасына қойып, бәрі қосылып әдемі тағам болады. Осы ортада сельдерейді қосып жібереміз. Осы ортада бұрыштардың бәрін қосып жібереміз. Осы ортада мына қызанақты да қосып жібереміз. Енді осының ортада мына дәмдеуіштердің бәрін қосып жібереміз. Енді қазір әдемі араластыруымыз керек. Міне ортада томатын да қосып жібердік. Енді бір қуырылған бауырды осыған салып жібереміз. 2 минуттай қуырдық бауырды. Енді қазір мына барлығы қосылып әдемілеп қуырылады. Міне бауырды салып 1-2 минут қуырғаннан кейін фасолін салып жібердік. Бәрі ішінде енді осыны 10 минуттай қуырамыз. Міне бәрі жоғы 5 минут қуырдық. Енді 15 минуттай жай отта бұқтырыңыз. Су қосқан жоқпыз. Міне 15 минут уақыт өтті. Бауыры да пісіпті, бәрі де пісіпті, дайын болыпты. Қазір дастарханға барады. Міне қараңыз, бар жоғы 20 минут уақытым кетті. Керемет тағам пайда болды, қараңыздар. Өте керемет тағам. Оның астына мен лаваш қойдым. Лавашпен қосып жесеңіздер де, кез келген гарнирмен жесеңіздер де болады. Мына қараңыз, мына бауырды ашып көріп жатырмыз. Бауыр әдемі жұмсақ болып піскен. Ауызға сала бересіздер. Сондай керемет. Бұл тағам өзімнің ойымнан шықты. Бауырсай деп атадым. Себебі өте бауырдан көп жасалған, сондықтан өте пайдалы тағам. Қазір өте актуальный дейді ғой, сондай керемет тағам. Сондықтан ағзаға өте пайдалы. Осыны жасап жүріңіздер. Ұнаса ойларыңызды ортаға салыңыздар. Ана жері мындай екен, мына жері андай екен деп айтыңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Астарыңыз дәмді болсын.